Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы. Қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туристік серуен, жорық экскурсияның қорытынды есебін дайындау. Сабақтың мақсаты туристік серуен, жорық экскурсияның қорытынды есебін дайындауды ұғыну. Сабақтың барысы туристік серуендер дегеніміз не? Жас туристер үйірмесінің міндеті. Үйірмеге қатысу үшін қандай талаптар қойылады? Сабақтың мазмұны мен әдістемесі. Жорықтарға дайындық неден тұрады? Серуен туристік өлкетану бағытының ең қарапайым түрі. Серуенде орманға, өзенге, тауларға және тағы басқа жерлерде жүргізіледі. Олар арнайы шығындар мен арнайы туристік жабдықты қажет етпейді. Жас туристер үйірмесінің басты міндеті оқушылардың әлемді, өз өлкесін тікелей білуге деген табиғи қажеттілігін қанағаттандыру, оның қаншалықты әдемі екендігін көрсету, туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін, туған жері мен халқына деген адалдығын тәрбиелеу болып табылады. Үйірме контингенті бірінші оқу жылындағы үйірме құрамына 11-13 жастағы балалардан, яғни 5-7 сынып оқушылары, ал екінші оқу жылында 12-15 жастағы балалардан, яғни 6-8 сынып оқушыларын жинақтау қажет. Үйірмеге әрине тек физикалық дамыған ұлдар мен қыздар қатыса алады. Олар туризммен айналысуға медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ. Сондықтан жаяу туризммен айналысқысы келетіндердің жазбасын жүргізе отырып дәрігермен, ал өзге жағдайларда ата-аналармен балаларды жорыққа жіберу мәселесі бойынша кеңес алу және әрбір үйірмешіге медициналық анықтама, туризммен айналысуға рұқсат алу қажет. Сондай-ақ баланың үйірме сабақтарына қатысуы және оның барлық жорықтарға қатысуы үшін ата-аналардың жазбаша келісімін алу қажет. Сабақтың мазмұны мен әдістемесі. Сабақтың бірінші жылының оқу жоспары мен бағдарламасы балаларды туризм алфавитіне үйретуді қарастырады. Оларға жорықты дайындау және өткізудің ұйымдастырушылық мәселелері туралы бастапқы ақпаратты, оның аумағы туралы негізгі ақпаратты, жерді бағдарлау туралы қарапайым түсініктерді, топография негіздерін, турист гигиенасын, аурулар мен жарақаттар кезінде алғашқы медициналық көмек туралы ақпарат беріледі. Жорықтарды дайындау, маршрутты зерттеу мен әзірлеуді, міндеттерді бөлуді, ұйымдастырушылықты қамтиды. Жаяу жүру маршруттарын топ аймақтың өзен көлімен, табиғатымен таныса алатындай етіп жоспарлау керек. Маршруттар үйірмелерді облыстың табиғи жағдайлары бойынша ең тән бұрыштарымен таныстыруы тиіс. Мысалы, қорыққа, аңшылық шаруашылығына, биостанцияға, орманшылыққа және тағы басқа жерлерге бару. Жорықтар нәтижесінде балалар табиғатты қорғау, тарихи және мәдени ескерткіштер бойынша білім алады. Топ жетекші қызықты фактілерді келтіруге, маршруттар өтетін жерлерге қатысты аңыздарды айтуға дайын болуы керек. Үйірмелердің өздері жорық аумағының көрікті жерлері туралы хабарламалар мен шағын баяндамалар жасайды. Әдебиеттер мен картографиялық материалдармен танысады. Ұзындығы 50-75 шақырым жазғы сынақ жорыққа шығу үшін жыл бойы дайындалуды талап етеді. Бұл науқан кезінде үйірмелер өлкетану жұмыстарын жүргізеді, өз өлкесінің әртүрлі нысандарына экскурсия жасайды, жол жазбаларын жүргізеді, көрікті жерлерді суретке түсіреді және сынақ науқаны балалардың туристік техниканың негізгі элементтерін және серуендеу дағдыларын игеруінің соңғы кезеңі. Бұл жерде әдеттегі жағдайларда туристік шатырлар орнату, әртүрлі жағдайларда от жағу, өзен арқылы бөрене бойымен өту, карта, компас және жұлдыздар бойынша бағдарлау, сулы, батпақты жерлерде қалың ұсақ ормандармен жүру,
орманды баурайлармен көтерілу және түсу, көкжиектің жақтарын жергілікті белгілер бойынша және күн бойынша анықтау сияқты туристік техниканың элементтерін пысықтауға ерекше назар аудару қажет. Үйірмешілердің жорығы кезінде маршрут бойынша қозғалысты ұйымдастыру және туристік тұрмысын ұйымдастыру жүйесі жақсы игерілуі тиіс. Заттарды рюкзакқа сыйымды етіп орналастыру, тамақ пісіру, ыдыс жуу және гигиена, отын дайындау және тағы басқалары. Жорықты қорытындылау. Жорық, серуен немесе экскурсия нәтижелерін талқылау, туризмді насихаттау, фото материалдарды қарау, жорық туралы есепті, маршрут паспортын жасау, жабдықтарды ретке келтіру және тапсыру қажет.